Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіз. Бүгін мен сіздерге шашақты, кулон, алқа жасап көрсететін боламын. Ол үшін бізге қажетті заттар. Ең бірінші орында бізге осындай фетр қажет. Фетрдің өлшемі менде ұзындығы 10 см, ені 4 см. Бізде фетр тонкий болу керек, қыздар. Себебі біз кулонды жасаған кезде колпашок ретінде қолданамыз. Астыңғы жағын, астыңғы бөлігінде шашақ түсетін болады. Сол колпашок жасайтын кезде бізде фетр қалың болып кетсе, өте томпақ болып, біздің колпашогымыз әдемі көрінбей қалады. Сол себептен өте тонкий фетр қолданасыздар. Және де бізге ондық хрусталь қажет. Және де беконс екілік. Және де мен 4-тік, 3-тік, 2-лік қара жемшік қолданатын боламын. Және де 2-лік сары бисер, қара бисер. Және де менің бүгін изумруд цветтен жасайтын боламын. Негізгі түсіміз изумруд түсті болады. Бұл 6 қырлы бисер. Және де кәдімгі бисерге қарағанда шама сопақша түрі. Және де бізге қажетті осындай колпашок, пин. Колпашокқа барып пинмен бекітетін боламыз кулонымызды. Және де маған алқасын жасауға осындай цепок қажет болады. Цепоктың бөліктерге бөліп, цепокты арасына осындай пиндермен хрусталь тастарды және де жемшіктарды жалғап алқа жасайтын боламыз. Және де осындай бізге осы пиндарды қайыруға көмектесетін құрал. Және де бүгін бізге қажетті инеміз. Мен шашақты обычный машина жіппен жасайтын боламын. Екі қабаттап, шашақты екі қабаттап жасайсыз. Және кері шыққан кезде кері қарай шашақты алып өту үшін бұл сізде міне 4 қабатталады. Ол біздің шашағымызға жеткілікті қалыңдығы. Ал біз кулонды жасап, колпашок жасайтын болған кезде біз осындай қатты жіппен жасауға тура келеді. Себебі бізде үлкен хрустальдармен жұмыс жасағандықтан бізде жіп үзіліп кетеді. Және де мықты ұстау үшін, қатты тартқан кезде үзілмеу үшін осындай кафроновый жіпті қолданамын. Турецкий кафроновый жіп деп сұрасаңыз, кез келген жерден таба аласыз, фурнитура бөлімдерінде. Ендеше бастаймыз. Бізге ең әуелі фетрдің ең бұрышына осылайынан инемен өтесіз. Және де тағы бір өткен соң жіпті иненің үстіне шығарасыз. Бізге кисточканың моншағы әдемі бұрышында түсу үшін осылайынан тартып жасалады. Және де достар, изумруд цветтен 25-30 штуктан алған соң барып сары, қара түспен арастыруыңызға болады. Мен бүгін толық бисердің саны 50 штук етіп аламын. 1, 2, 3, 4... Изумруд түсті 1-30, 1-20, 1-25 етіп алсаңыз болады. Содан соң барып қара түстен аласыз. Мен әртүрлі етіп жасаймын. Кейде бір аю алсаңыз болады. Бірақ міндетті түрде қара түсті алған соң арасына изумруд түстен де түсіріп отырыңыз. 30, 31, 32, 33, 34 болды. Енді сары түстен аламын. 34, 35 қыламын. 36. Тағы да қара түстен 3 алғым келіп тұр. 36, 37, 38, 39. 40, 41, 42 изумруд түстен 3 алдым. Енді сары түстен 3, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Достар, бірақ міндетті түрде ең соңғы бөлігіңіз изумруд түспен аяқталатын болсын. Және де бізге беконстан соң қара бисерді аласыз. Қара чешке бисерді алған соң, міне, тек беконстан кейін, бисерді алған соң, беконстан кейін кері қарай өтесіз. Бисерлердің барлығынан өтіп шығасыз. Сонда бізде 2 қабат жіпке плюс кері қарай шыққан кезде тағы 2 қабат жіп қосылады. Сонда біздің осы шашақтарымыз
4 қабатталған жіппен жасалатын болады. Сонда біздің шашағымыз мықты болатын болады, ешқандай үзілмейді. Бірақ қатты да болып қалмайды, себебі бұл жіп жұмсақ. Мінекей достар, алғашқы шашағымыз дайын. Осылайынан алған соң жанындағы астына қарай тағы да артқы бөлігіне тағы өтесіз. Жанына кішкене жанынан ашып тігіс ретінде түсіресіз. Мынаны ұстап тұрасыз, сізге кедергі жасамас үшін. Және де тағы да өткізіп, үстіне инені осылайынан өткізіп айналдырып алыңыз. Мінекей, шашақтың әдемі түсуіне бұл бізге көмек беріп тұрады. Тағы да 50 түсті аламын. Мінекей достар, мен осылай дайындап алдым. Қарасаңыздар, өте әдемі түс болып тұр. 10 сантиметрден 50 бисер. Мынаның әрқайсысы 50 бисер. Сары, қара түсті араластырып қосқанда 50 бисермен жасағанда шашағы қатты ұзын емес, қатты қысқа емес, әдемі болып шықты. Ендігі кезекте біз бұны қазір кисточка етіп орайтын боламыз. Мінекей осылайынан домалақтап ораңыз, қатты тартып, тығыз етіп ораңыз, бос болып қалмасын. Бос болып қалса, біздің кисточкамыз әдемі көрінбей қалады. Мінекей. Осылайынан орайсыз. Өте әдемі түс болып шықты. Сары түспен қараны араластырған соң жалтырап тұр. Ендігі кезекте достар, біз уже колпашогын тоқитын боламыз. Сол үшін мен осындай жібімді, кафроновый жіпті 2 қабаттап аламын. Осылай бір-бір бекітіп аласыз. Кішкене тігіп жіберіңіз. Қазір сіз моншақты тоқып жатқан кезде кедергі болмас үшін. Тартып отырыңыз, бос болып қалмасын. Бос болып қалса, моншақтары да салбырап қалады қазір. Колпашок етіп тоққан кезде. Неке осылайынан тартып тігіп аласыз. Келесі кезекте неке осы тігістің бойын осылай жатқызып тұрып басасыз. Бөлік болып қалмас үшін. Содан соң осылай жанынан инемен шығарып аласыз. Жіп көрінбей қалып кетеді астында. Үлкенет тігілді демеңіз. Жібіміз колпашок болып тоқылып кеткен соң көрінбей қалады моншақпен. Енді достар, бізге 10-дық хрусталь тас
және де екілік жемшік, хрусталь тас, екілік жемчуг қара түсті. Бізге осылай 5 хрустальды тізіп аласыз жемшікпен қоса. Біз енді оны қазір колпашок етіп тоқитын боламыз. Осы үлкен 10-дық изумруд түсті хрусталіміз центрі болады. Осылайынан қатты тартып тұрып, достар, қатты тартып тұрып, мінекей. Тағы да бір айналдырып аламыз. Себебі қазір хрусталімізға тігіс түскен соң мына жері бөлінді секілді болып қалмас үшін. Осылайынан кейін уже бізде дөңгелек болып тұр, ешқандай жерге тігіс түскен жоқ. Енді келесі бетіне өткізіп аласыз. Жібіміз тағы да босап кетпеу үшін. Мінекей, төп дөңгелек өте әдемі болып шықты. Енді бізге 2 қабат жіп қажет емес, себебі біз ең үлкен хрусталь тасты орнатып алдық. Енді бір шетін қырқып алып тастасаңыз болады. Енді ары қарай осы хрустальдың сыртын тоқитын боламыз. Мінекей жемшікқа қарай өтесіз. 4 сары бисер, 1 беконс, 4 сары бисер. Мінекей достар, мына жемшікқа өттік. Хрустальдың жанындағы жемшікқа өтеміз. Хрустальдың астыңғы бөлігі мен үстіңгі бөлігін қазір тоқып шығамыз. Мінекей. Осылайынан әдемі болып шығады қазір. 4 бисер, сары бисер, беконс, тағы да 4 сары бисер, тағы да хрустальдың жанындағы жемшіктен өтесіз. Төрт сары бисер, беконс, 4 сары бисер. Мінекей, тағы да астыңғы бөлігін өтеміз. Мінекей, әдемі болып келе жатыр. Мінекей, тағы да жемшікқа өтесіз. Тағы да жемшікқа өтесіз. Енді достар, бұл астыңғы бөлігі дайын. Енді үстіңгі бөлігіне тоқитын боламыз. Тура осылай 4 бисер, беконс, 4 бисер.
Тағы да жанындағы жемшіктен өтесіз. Мінекей. Үстіне орналасты. Төрт бисер, бекон. Мінекей. Тағы да жанындағы жемшікті өтесіз. Хрусталь тасымызды күрішті етіп, қазір тоқып жатырмыз, сыртын әдемі көріну үшін. Мінекей достар, астыңғы үстіңгі бөлікте дайын болды. Енді жемшікті біткен соң, мына бисеріңізге, тоқылған жаңа бисеріңізге келесіз. 4 бисерден өтесіз. Беконстан өтесіз. 4 бисер және беконстан өтесіз. Мінекей, беконстан өткен соң, бізге 4-тік қара жемшікпен, мінекей, беконстан келесі беконсқа өтесіз. Мінекей, жаңағы екі ортада құраған бисерлеріңізді осы жемшік ұстап қалып, жоғары қарай тоқылады. Келесі беконсқа осыны өтіп, барлық беконстардың басын қосып, ортаңғы бөлікте, мінекей, жемшікті қалдырып отырасыз. Бос болып қалмасын. Байқасаңыздар, уже 10-дық хрустальдан біз 4-тікке қарай жинадық. Енді 3-тік және де 2-лікпен жинайтын боламыз. Енді достар, 3 бисер аламыз. Беконсқа келіп тоқтайсыз. Беконс бізде ортасы болып тұрады. 3 бисер аласыз. Тағы да 1 беконс. 3 бисер. Мінекей, ендігіде келесі беконсқа өтіп отырасыз. Енді жемшігіміздің сыртын тоқитын боламыз. Біз қазір үстіңгі бөлігін тоқып жатырмыз. Қазір астыңғы бөлікті дәл осынан тоқып шығамыз. 3 бисер, беконс, 3 бисер, мінекей, беконстан өтіп отырасыз. Ортада жемшік қалып кетеді. Жемшіктің сырты тоқылады. Үш бисер, беконс, 3 бисер. Беконсқа өтесіз.
беконустан енді үштік жемшікті өткізесіз. Барлық беконустарының ортасын осыдан жемшікпен жауып шығасыз. Достар, ортасы бос болып қалмасын, міндетті түрде тартып отырып жасаңыз. Тағы да қалың болу үшін бір қабаттап тағы да өтсеңіз болады. Бос болып қалмасын десеңіз, тағы да бір айналып шығыңыз. Достар, енді тағы да беконустың жанына барасыз. Енді 2 бисерден аламыз. 2 бисер, 1 беконус, 2 бисер. Қарасаңыз, мінеки мына жердің барлығын тоқып, ондықтан 4-ке қысқарттық, 4-тіктен 3-тікке, енді 2-лікке қысқартуға жасаймыз қазір. Мінеки 2 бисер, 1 беконус, 2 бисер. Беконустың бойынан өтіп отырасыз, жемшіктің үстінен. Тартып жасаңыз, достар. Бос болып қалмасын орталары. Екі бисер, беконус, 2 бисер, неки беконустан өткізесіз. Беконусқа барған соң екі бисерін өтіп, келесі беконусқа үстіндегі жаңа сіз қосқан беконусқа өтесіз. Ендігі кезекте мінеки 2-лік жемшікпен беконустардың басын қосып, қатты тартып отырып, тоқып шығасыз. Бізде уже закрепка соңғы бөлігі жабылып жатыр. Ортамыз томпақ, шеткі жағымыз жинақы болады. Ең соңғысы міндетті түрде 2-3 қабаттаңыз, қатты қысуыңызға қажет болады. Инеңізбен осылайынан төменгі бөлікке түсеміз. Тура үстіңгі бөліктен қайталаймыз. 4-тік жемшік, 3-тік жемшік, 2-лік жемшікпен бекітіп шығамыз.
Бізде қазір 4 түк жемшік пен беконстарды біріктіріп жатырмыз. Төрт бисер, бір беконс, 4 бисер. Келесі беконсқа өтесіз. 4 бисер, бір беконс, 4 бисер. Мына жақтағы беконсқа өтесіз, жемшіктің жанындағы. Төрт бисерге беконсқа барасыз. Неке. 4 бисерді өтіп, беконсқа өтесіз. Енді беконстан 3 түк жемшікпен бастарын қосып, біріктіріп шығасыз. Қатты тартып отырып, тағы да бір қабаттап шықсаңыз болады. Достар, келесі беконсқа келгеннен кейін біз 3 түк жемшік жасаған соң 3 бисер, 1 беконс, 3 бисер аламыз. Мінекей 3 бисер, 3 беконс, 1 беконс, 3 бисер. Енді беконсқа өтеміз. Достар, мінекей сразым 3 бисермен беконсқа өтіп кетсеңіз болады. Енді екілік жемшікпен жинап шығамыз. Мінекей
беконус пен беконустың басын мінекей жемшікпен біріктіреміз. Мінекей достар, дайын болды. Өте әдемі шықты. Қарасаңыздар, томпақ, сырты тоқылған, жылтыр. Шашақтарымыз да өте әдемі шықты. Ендігі кезекте біз бұны пинмен, колпашокпен бекітетін боламыз. Ол үшін пинді шығару үшін маған осындай жуан және де ұзын ине қажет. Ол инемен осылайынан пиннің шығатын орнын жасап алыңыз, ато пин деген майысып кетеді. Центрына шығаруға тырысыңыз. Мінекей. Осылайынан жылжытыңыз, қозғаңыз, сонда пинға орын ашылады. Пиніңізға үштік бір жемшік өткізіп алыңыз. Мына жақтан өтіп кетпеу үшін. Мінекей. Дәл орнынан шығатын болады. Үштік жемшік жарайды. Осылай үштік жемшік қоямыз. Колпашок кигіземіз. Және де бұлай майыстырыңыз. Одан соң мінекей домалақтаңыз. Мінекей ілуге дайын. Достар, келесі кезекте енді мен бұның алқасын жасайтын боламын. Ол үшін мен осындай цепокты бөлінділерге бөліп, осы бөлшектермен, хрустальмен және де жемшікпен осылайынан ортасына алқа жасап шығаратын боламын. Достар, мен қазір алқасын жасауға осындай цепті осындай етіп бөліп алдым. Қазір осылардың бәрін осындай пинға қара жемшік және де хрусталь тастардан араластырып пинмен біріктіріп алқа жасап шығатын боламын. Солай майда бөлшектерді құрастырып, қазір осының түсіне сәйкес алқа құрап шығатын боламыз. Қазір және де осындай пинмен арасына моншақпен біріктіріп отырып, цепогын жасайтын боламын. Пиннің басын алып тастаймыз. Қайырамыз. Мінекей цепокқа іліп. Мінекей. Осылай келесі бөлігін осылай алқа жасайтын боламыз. Мінекей достар, осындай алқа жасап шықтым. Ендігі кезекте осының дәл ортасынан
мінекей дәл ортасын алып, достар, осылайынан дәл ортасы етіп алдым. Енді ол ортасына осындай домалақша салатын боламын. Мінекей осындай фурнитуралар. Бұл өте қатты түрі. Мықты ұстау үшін осындай қатты домалақтарын аласыз. Осы кулонымызды, шашақты, моншағымызды бекітетін боламыз. Ашық қалып кетпесін ортасы. Біздің цепогымыз шығып кететін болады. Мінекей достар, дайын. Өте әдемі болып шықты, ерекше. Моншақты кисточка десеңіз де болады. Осылай жасап, мені белгілеп, өз ойыңызбен бөлісіп жасап жатсаңыз, комментарийға қалдыра кетіңіз. Мені жоғалтып алмас үшін маған подписка жасап алыңыз. Лайк басып, комментарий қалдыра кетіңіз. Менімен бірге болғаныңызға рахмет.